Қайырлы кеш, қашықтан байланысу арналарын дамыту тұрғындарымыздың уақытын үнемдеп қана қоймай, әлеуметтік желілерді белсенді пайдаланатын жастарға жинақтаушы зейнетақы жүйесінің құрылымын мән-маңызын түсіндіруге ыңғайлы. Сол себепті де қордың Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, Twitter және Instagram әлеуметтік желілерінде ресми парақшалары жұмыс істеп тұр. Соңғы жылдары қор WhatsApp жүйесі мен Telegram мессенджерінде кеңінен қолдана бастады. Ал бізге оның келіп кетер пайдасы қандай? Ол жөнінде бүгінгі шығарылымда. Армағайын. Егер осыдан 10 жыл бұрын телефон тек байланыс құралы ғана болса, бүгінде ол көптеген қызмет түрлерін біріктіретін құрылғы. Түрлі серіктестіктер, банктер, қорлар мен сауда дүкендері өздерінің ұялы қосымшаларын шығарып, смартфонды кәдесіне жаратуда. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры да осыдан 5 жыл бұрын телефонға тегін жүктеп алып қолдануға болатын ENPF қосымшасын шығарды. Ол қордың қызмет түрлерін смартфон арқылы пайдалануға мүмкіндік береді. Мобильді қосымшаның басты экранында жаңалықтар, жеке кабинет, бөлімшелердің мекен жайлары, қор туралы ақпарат пен ағымдағы көрсеткіштер және болжамды зейнетақы калькуляторы бөлімдері көрсетілген. Оған тіркелу үшін қолданушыға сайттағы жеке кабинетіне кіру үшін қолданып жүрген жеке сәйкестендіру нөмірі мен құпия сөзін енгізу қажет. Дербес кабинетіңізге кірген бетте смартфон экранына жинақтарыңыздың жалпы сомасы мен инвестициялық табыс көрсеткіштері шығады. Қосымшаның артықшылығы сол, салымшыларға өз зейнетақы жинақтарының жай-күйін аптасына 7 күн тәулігіне 24 сағат бойы бақылауға мүмкіндік береді. Егер бұған дейін жеке кабинетіңіз, сәйкесінше логин мен құпия сөзіңіз болмаса, қордың жергілікті бөлімшесіне жеке басыңызды куәландыратын құжатты алып бару қажет. Сәлеметсіз бе? Онда жеке зейнетақы шотыңыздың жағдайын білу тәсілі ретінде интернет хабарландыруды таңдап, қосымша келісімге қол қоясыз. Бұл операция бар болғаны 2-3 минут уақытыңызды алады. Есесіне кейін ұялы қосымшаға кіріп, логин мен құпия сөздің көмегімен авторланып, жинақтарыңыздың жай-күйін лезде біліп отырасыз. Қор сайтындағы жеке кабинетке кіру үшін де дәл осы логин мен құпия сөз қолданылады. Егер қолыңызда электрон цифр қолданбаңыз болса, онда қор бөлімшесіне келудің қажеті жоқ. ENPF.kz сайтына кіріп, жеке кабинет арқылы ақпарат алу тәсілін интернет байланысына ауыстыра аласыз. Тіпті шоттан үзінді көшірме алуға да болады. Электронды цифр қолданбаны халыққа қызмет көрсету орталығы береді. Сөйтіп ұялы қосымшаны Google Play және App Store дүкендерін тегін жүктеп аласыз. Нұрайым Сейітова телефонынан бір сәтте қол үзбейтін жастардың қатарынан. Бойжеткен ірі серіктестіктердің бірінде SMM маманы болып қызмет етеді. Яғни компания өнімін әлеуметтік желі арқылы көпшілікке таныстырып, жарнама жасап, түрлі пікірлерге жауап беріп отырады. Сондықтан да Нұрайым үшін мобильді құрылғы тек ермек емес, негізгі жұмыс көзі. Смартфонға әбден дағдыланып алған ол, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жинақтарының жай-күйінде телефон экраны арқылы бақылап отыратын көрінеді. Қор жаңалықтарының барлығын NPF мобильді қосымшасы арқылы біліп отырамын. Зейнетке шығуыма қанша уақыт қалған, осы уақытқа дейін қанша қаражатымның жинағанын, осыған байланысты қанша инвестициялық табыстың құйылғанын, барлығын бүге-шүгесіне дейін осы жерден біліп отырамын. Бұл өте оңай, жеңіл, үйде отырып немесе жұмыста отырып өзімнің шотымды тексере аламын. Мобильді құрылғыдан бөлек бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен тез ақпарат алмасуға арналған WhatsApp және Telegram бот ақпарат алмасу жүйелері бар. Алғашқысына экранда көрсетілген нөмір арқылы хабарласып, сауалдарыңызды жазып менеджерге жолдай аласыз. Сізге артынша жауап беріледі. Ал Telegram әлеуметтік желісінде ENPF бот деп латын әріптермен теріп, сервиске қосылып алсаңыз, жұмысыңыз жеңілдейді. Ол арқылы салымшылар шағын үзінді көшірме алып, оны өздеріне электрондық пошта арқылы жолдай алады. Сондай-ақ жеке кабинеттің құпия сөзін өзгертіп, қор жаңалықтарынан хабардар болып отыруға болады. WhatsApp қызметі арқылы зейнетақы жүйесі мен қор қызметі туралы керекті ақпарат тез аласыз. Соңғы кезде Telegram бот қызметі де салымшылар арасында сұранысқа ие болып отыр. Ол қажетті ақпарат алуға, қысқаша үзінді көшірмені электрондық поштаға жіберуге, жеке кабинеттің паролін қалпына келтіруге, қор жаңалықтарымен танысуға және оның бөлімшелерінің мекен жайын білуге мүмкіндік береді. Таяуда Telegram ботта жаңа қызмет іске қосылды. Ол оператормен байланысқа шығу деп аталады. Егер роботтың алған жауапқа көңіліңіз толмаған жағдайда автоматты түрде кеңесшіге қосылады.
Қашықтан байланысу арналары қайталанбас өмір ағыны уақытты үнемдейтін болғандықтан, салымшылар арасында үлкен танымалдыққа ие. Биылғы жылдың алғашқы 9 айында WhatsApp-қа 90 мыңға жуық сауал жолданды. Бұл 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3 есе артық. Әзірге айтарым осы, келесі кездескенше күн жақсы.